Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Күнделікті каналда жаңа сабақтар шығып отырады, сондықтан каналға жазыла отырыңыздар. Сәлеметсің бе, бірінші сынып білім алушысы? Ана тілі сабағына қош келдің. Бүгінгі тақырыбымыз дыбыстар мен әріптер. Бүгін біз сенімен жаңа бөлімді бастаймыз. Дыбыс және әріп деп аталады. Әліппе пәнінде сен 42 әріппен таныстың. Және де дыбыстардың дауысты, дауыссыз болатындығын білген болатынсың. Алдағы уақытта осы дыбыс және әріптер туралы анығырақ өтетін боламыз. Және дауысты дыбыстардың жуан және жіңішке болатынын білетін боласың. Дыбыс түрлерін ажыратуды үйренесің. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Барлығымыз мына бірінші жаттығуға назар аударайық. Суретке қара, айналамыздан қандай дыбыстарды естуге болатынын айт дейді. Мына суретке қарап отырып, қандай дыбыс естуіміз мүмкін? Қарайықшы. Мысалға, аспанда ұшақ ұшып бара жатыр. Көшенің бойымен жүріп жатқан көліктердің дыбыстарын естуге болады. Және де ағашта отырған құстың дыбыстарын естуге болады. Мұз айдынында сырғанап жүрген балалардың шулаған дыбыстарын да естуге болады. Ендеше осы дыбыстарды тыңдап көрейікші. Екінші жаттығу. Мәтінді тыңда. Дыбыстар. Қоршаған ортада түрлі дыбыстар естіледі. Судың сылдырын, құстың сайрағанын, ұшақтың гүрілін естиміз. Ал тіл дыбыстары бұл дыбыстардан өзгеше. Тіл дыбыстары арқылы сөйлейміз, ойымызды жеткіземіз. Есіңде сақта, сөз дыбыстан құралады. Дыбысты айтамыз, естиміз. Дыбыстар жазуда әріппен таңбаланады. Әріптерді көреміз және жазамыз. Балалар, мына жерде тұрған су, тіл, құс сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көрейікші. Сөз мағынасын түсіндің бе? Мысалға, су дегенді уыс десек, тіл сөзіндегі әріптердің орнын ауыстырып літ, тіл десек, құс сөзіндегі әріптердің орнын ауыстырып ұсық, ұққұс деген сөздерді құрастыратын болсақ, сөздің мағынасы бола ма? Әрине жоқ. Сөздің мағынасы түсініксіз болады бізге. Келесі тапсырма, барлығымыз дәптерімізді ашып, дәптеріміздегі Б дауыссыз дыбысының жазылуын еске түсіре отырып, бас әрпін және кіші әрпін көркем жазайық. Дәптеріміздегі үшінші жаттығуға назар аударайық. Бұл жаттығуды жазу үшін кітаптағы сөздерді көшіріп жазамыз. Ай, ине, бота, лақ, торғай, қарға, қарбыз, мектеп, көше, ауыл, қала сөздерін төмендегі бос орынға көшіріп жазайық. Үшінші жаттығудың төменінде мынандай тапсырма беріліп отыр. Суреттер мен әріптерді сәйкестендіріп, сызықпен қос. Суреттерді қарайықшы, ненің суреті берілген екен? Алма қандай әріптен басталады? Сағат, әтеш және қасық. Өзімізді тексерейік. Барлықтарың дұрыс орындады деп ойлаймын. Балалар, осы үшінші жаттығуда жазған сөздерге назар аударайықшы. Бұл сөздер неден құралған? Берілген сөздерде неше әріп бар? Неше дыбыс бар?
Кәнеки айтып көрейік. Бірінші сөзіміз ай. Ай сөзінде екі әріп, екі дыбыс бар. Ине. Ине сөзінде үш әріп, үш дыбыс бар. Бота. Бота сөзінде төрт әріп, төрт дыбыс бар. Лақ. Лақ сөзінде үш әріп, үш дыбыс бар. Торғай сөзінде алты әріп, алты дыбыс бар. Қарға. Қарға сөзінде бес әріп, бес дыбыс бар. Қарбыз. Қарбыз сөзінде алты әріп, алты дыбыс бар. Мектеп. Мектеп сөзінде алты әріп, алты дыбыс бар. Көше. Көше сөзінде төрт әріп, төрт дыбыс бар. Ауыл. Ауыл сөзінде төрт әріп, төрт дыбыс бар. Қала. Қала сөзінде төрт әріп, төрт дыбыс бар.